Балалар, бізде математика сабағы. Сабақтың тақырыбы текше, тіктөртбұрышты параллелепипед. Сабақтың мақсаты кеңістік геометриялық фигуралардың тіктөртбұрышты, параллелепипед, куб жазбасын дайындау және олардың моделін құрастыру. Балалар, ендеше бәріміз оқулықтың 45-ші бетіндегі бірінші тапсырмаға назар аударайық. Фотосуретші объективтен дәл алдында түзу орналасқан текшені көрді. Текше суреттегі жазбадан құрастырылған дейік. Жазба түрі, балалар, оң жағымызда текшенің модулін қалай құрастыру керектігі жазылған. Әріптермен белгіленген. Жазбада А, Б, С, Д, Е, Ф әріптері берілген. Әріптер текшенің қай жағында? Сол, оң, жоғары, төмен болады. Дәлелдейік. Ал бізге қарап тұрған жағы А әріпімен белгіленіп тұр. Енді қалай ойлайсыңдар? Сол жағында қай әріп? Сол жағында Е әріпі. Ал оң жағында ше? Дұрыс айтасыңдар. Оң жағында С әріпі. Жоғары жағында тамаша Б әріпі және төменгі жағында F әріпі. Ал балалар, арт жағында қай әріп тұр деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Арт жағында Д әріпі тұр. Тамаша. Балалар, ендеше оқу тапсырмаларымызға назар аударайық. Яғни, бүгінгі күн атауын жазамыз. 3 ақпан каллиграфиялық сәтке 3 цифрын барлық талаптарға сай етіп жазып шығамыз. Ендеше, балалар, бәріміз бірінші оқу тапсырмасына назар аударайық. Бұл оқулықтың 45-ші бетіндегі 5-ші есептің асы. Яғни, бұл есептің шартын құрастырамыз және шешуімен жауабын толық шығарамыз. Балалар, үлгіге назар аударайық. Бұл жерде сендерде шарты құрастырылып тұр. Яғни, балалар, фотосуретші әр апта сайын мектепке 5 рет барады. Әр барғанда ол 30 баладан суретке түсіреді. Ол 4 аптада қанша баланы суретке түсіреді дейді. Яғни, біз ол бір барғанда неше баланы суретке түсіреді дейді, балалар? 5 реттен 30 баланы суретке түсіреді дейді. Яғни, біз бір барғанын жазып аламыз, бірінші аптада барған. Енді ол 4-ші аптада қанша рет барды және неше баладан суретке түсіргенін не істейміз? Табуымыз керек. Балалар мұқият ойланып, одан кейін шешуін, жауабын не істейміз? Толық жазамыз. Балалар? Тамаша. Ендеше, балалар, бұл есеп мынандай дескриптор арқылы жасалады. Есептің қысқаша шартын жазады, есептің шешуін өрнек түрінде жазады, өрнектің мәнін табады, есептің жауабын жазады. Жақсы. Балалар, ендеше екінші оқу тапсырмамызға назар аударайық. Ол оқулықтың 48-ші бетіндегі 6-шы тапсырма. Яғни, теңдеуді шешу керек. Балалар, бұл жерде 6 теңдеу берілген. Сендерге бірінші теңдеуді мен шығарып қойдым. Сендерге үлгі ретінде қалған 5 теңдеуді осылай шығарамыз. Сендер білесіңдер, күрделі теңдеуді жай теңдеуге айландыра отырып не істейміз? Шығарамыз, балалар? Жақсы. Енді, балалар, қарасақ, Y бірінші теңдеуге назар аударайық. Y азайту 165 тең болады 620 мен 173-тің қосындысы дейік. Енді қосымша есептеулерді шығарып алуымыз керек теңдіктің оң жағында. Яғни 620 мен 173-ті қосып аламыз. Y азайту 165 тең болады теңдіктің оң жағында 739 шығады екен. Енді күрделі теңдеуім жай теңдеуге айландырып алдым. Енді, балалар, Y тең болады. Теңдігімнің сол жағындағы 165 теңдіктің оң жағына қосу таңбасымен барады. Y-ден 739 қосылған және азайту болған ол теңдіктің оң жағына шыққандықтан қосу таңбасына айналды.
қосылған 165, y-тен 958. Енді белгісіз санымның орнына 958-ді қоям. Азайту 165 тең болады 620 мен 173-тің қосындысы. Теңдігімнің оң жағын және сол жағын тексерем. 793 тең болады 793 болады балалар. Міне осы үлгіге қарай отырып, қалған 5 теңдеуді өз беттерінше шығарасыңдар. Жақсы балалар, математика сабағымыздың соңында сабағымызға кері байланыс беруді ұмытпаймыз. Үшлеп белгісін жазып жібергендерін, маған бәрі түсінікті болды дегендерін. Бірлеп белгісі, бір сұрақ белгісін жазғандарын, әлде де сұрағым бар дегендерін. Сұрақ белгісін жазғандарын, әлде де көмекті қажет етем дегендерін. Жақсы балалар, ендеше келесі сабаққа дайындаламыз.